Келесі біз талдау жасайтын шығарма Мұхтар Әуезовтің Көксерек повесі. Мұхтар Әуезов қазақтың атақты абыройлы жазушысы, ғалым, абайтану ғылымының негізін қалаушы, қоғам қайраткері. Жалпы біз Мұхтар Әуезовке осы 7-ші сыныпта бір тоқталамыз, одан кейін 11-ші сыныпта абай жолы роман өткен кезде тағы бір тоқталамыз. Қазір Мұхтар Әуезовке қатысты біз қандай мәліметтерді білуіміз керек? Әрине, Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте дейді. Аса қомақты бөлігі оның ғылыми зерттеулері мұрасының, ол қазақ ауыз әдебиетін жинақтап жүйелеп, қазақ әдебиет тарихы, Абайдың өмірі мен шығармашылығы, әдебиеттану мен фольклор жөнінде еңбектер жазған. Қоғам және мемлекет қайраткері ретінде Әуезов 20-дан астам шетелдерде болған дейді. Әлем халықтары оның Абай жолы роман эпопеясын айрықша құбылыс ретінде таныған. 1961 жылдың 27 маусымында Мәскеу қаласындағы ауруханада қайтыс болады. Алматы қаласында жерленген Мұхтар Әуезовтің Қараш оқиғасы повесі, Жетім барымта ескілік көлеңкесінде Көксерек әңгімелері, Абай жолы роман эпопеясы, Қарагөз, Абай трагедиялары және басқа да көптеген прозалық драмалық шығармалары бар. Мен белгілеп қойған жерлер бұл маңызды бөліктер. Қайталап айтам, әсіресе соңындағы мына Мұхтар Әуезовтің шығармашылығына қатысты қатарлар өте маңызды мәліметтер. Кеттік. Мұхтар Әуезовтің Көксерек повесіне талдау жасайтын боламыз бүгін. Көксерек повесі Көксеректің ауылға келуі деген бөлімнен басылады. Бұл бөлімнің басындағы мына бөлікті мен атап өтем, себебі бұл оған дейін сұралған. Дәл осы үзінді беріліп, осы үзінді қай шығармадан алынған деген сауал болды. Ұзын кең өлкені қаптай басқан қарағанның ортасында да терең жар бар екен. Соның бас жағында итмұрынды қалың жыныстың арасында қасқырдың іні бар. Жақын елге мәлім ескін, жазға салыннан бері соның екі қасқыр келіп мекен етіп жатыр дейді. Маңайы қасқырдың ойнағы, жас шөптер басылып тапталып қалған, маңдағы қарағандарда қасқырдың ақ жүндері көрінеді. Қыстан қалған түбіті қазір де әр жерде сөйтіп жұлынып қалып жүр. Үндердің орта жерінде екі қалың сасыр шайқалып өсіпті. Қазір де соның түбінде қысқы жүні әбден түлеп болмаған ақ қасқыр жатыр. Оның бауырында кішкене көк күшіктері қыбырлайды дейді. Ертеңінде түсте жат иіс шықты. Алыстан әлде қандай дабырлаған дауыстар естіліп жақындап келе жатты. Күшіктерді жоталарынан тістелеп, індерге тығып тастап, ақ қасқыр қараған ішіне кірді. Жерге ат үстінен тастаған ағаштар сарт түсіп жатты. Ін аузында екі аяқтылар жыбырлады. Көргіш көздер іннің түбіне қадалды дейді. Жып-жылы мықты тұсаулар мойнынан жотадан ұстап бар күшікті сыртқа алып шықты. 7 күшіктің 5-еуін көздеріне қарап отырып өлтірді де, 2 кішкенесін тірі қалдырды. Кетерде бұның біреуінің тірсегін қайып қалдырды да, екінші біреуін, яғни ең кенжесін алып жүріп кетті дейді. Сонымен іннің ішінде 7 күшік бар екен, оның 5-еуін тура көздеріне қарап отырып өлтірген, және 2 кішкенесі тірі қалды дейді. Тірі қалдырды. Оның біреуінің тірсегін қиып, тірсегін деген аяғын қиды да, екінші біреуін ең кенжесін алып жүріп кетті дейді. Сонымен қалған жалғыз күшікті тістелеп алып, екі қасқыр жоқ болды. Ін қаңырап қалды. Басты түсінікті деп ойлаймын, ақ қасқырдың інін тауып алды. Адамдар оның 7 күшігі бар екен, 7 көк күшіктерін ақ қасқыр інге тығып, өзі қарағанның ішіне тығылғанымен, ана адамдар келіп інді тауып алып, ішіндегі күшіктерді алып шықты. 7 күшіктің 5-еуін өлтіріп тастады да, біреуін тірсегін қиып, біреуін өздерімен алып кетті. Сол қалып кеткен жаңағы тірсегі қиылған күшікті ақ қасқыр келіп жетелеп, өзімен бірге жаңағы тістелеп алып жоқ болды дейді. Ін қаңырақ қалды. Көзін ауылға келгесін 2 күннен соң ашты дейді. Жаңа кішкентай күшік бар ғой, кенже күшік алып кеткен. Жұрт асырауға көнеді десті. Кішкене құрмаш оған Көксерек деп ат қойып алды. Ертелі кеш ас құйғыш итаяқ әзір болды. Бауырын көтеріп тырбанып жүруге айналған соң мойнына жіп тағылды оның дейді. Сонымен келесі бөлім Көксеректің мінезі деп аталады. Жаз ортасына жақындаған кезде Көксерек үлкейді. Семіріп жонданғандай болды. Бұл уақытқа шейін Көксерек ауылдың итінен көресіні көрді дейді. Бірде-бір ит мұны дос көрмейді, маңына жолатпайды тіпті. Қасқырға шабатын батыл төбеттер бұны талап та тастайды дейді. Бұл Көксеректің кішкентай уақыты. Бір уақыт үлкен үйдің қаралы төбеті оңашада бұны алып соғып көп езгіледі. Бұны талап жатқан көріп, өзге иттер де келіп шабынан алып борбайына созылып өлтіруге айналып еді дейді. Бірақ дейді, Көксерек әлі күнге дейін ешбір уақытта қыңқ деп дауыс шығарған емес. Талайым деп ит ұмтылса, жота жүні үрпейіп тұрып алады. Тісі батып қинап бара жатса, дыбыссыз ғана езуін ыржитады дейді. Еш уақытта дыбысын шығарып қыңқ етіп көрмеген екен Көксерек дейді. Қанша таланып жатса да. Жетілмей келе жатқан оның тек тісі ғана.
көксерек арлан еді, яғни еркек еді, қасқырдың еркек еді. Сондықтан бұның бойы биіктене берді, әлі тұрғы шығып ұзарған жоқ. Яғни тігінен үлкейе берді, бірақ көлденеңінен әлі де тұрқы шыққан жоқ, ұзармады дейді. Барлық жүні қара көк жотасы күдірейіп, ауыз омыртқамен құйрығына шейін тұп-тұтас болып күлдіреуіштей бүгіледі. Атылып келе жатқан садақ оғындай үңілген, сүйірленген бір бітімі бар дейді. Келесі бөлім көксеректің ауылдан кетуі деп аталады. Бірақ осы кештен 2 күн өткен соң көксерек бір түн ішінде жоқ болды. Құрмаш қашып кетті деуге қимай, айналасындағы шиғарағанды жар-жаралар тегіс арылтты. Таба алмады. Осымен жұрттың бәрі кетті есептеп қойып еді. 3 күн өткеннен кейін бір күні таңертең бойда жоқта көксерек қайтып келді. Құрмаш пен әжесі қасқырдың бұл мінезіне сүйсініп қуана қарсы алды дейді. Бұл келгенде көксерек екі бүйірі су алып ашыққан, өзінің үсті-басы батпақ болып сыбасқан собалақ жүдеу пішінмен келді. Қайта тұрып алды. Тағы да бұрынғысынша күйленіп нық семіріп, енді орасан болып өсе бастады. Бұл соңғы күйлену шынымен үлкен қасқыр болып ұлғаюының белгісі еді. Сонысын сезген болу керек. Күздің бір қара дауылды қара түнінде көксерек тағы жоқ болып кетті. Бұл жолғысы шын болып бырақты, енді оралмай қойды дейді. Келесі көксеректің жаралануы деп аталатын бөлім. Тағы бір ретте қалың шилі қорықта отырған 5-6 ауылдың үстіне келді. Күндіз болатын, күн шаңытқан аяз еді дейді. Шеткі ауыл бұларды көріп қалды. Шешетінде қарда ойнап жатқанда бір түйе шықты, үстінде кісі бар. Басына оранған тура қасқырларға қарай жүрді дейді. Бұнда бұл жерде көксеректің енді топ қасқырмен жүр. Сол үшін де бұлар деп айтып тұр. Яғни 5-6 ауыл болып ауылдың үстіне келді. Күндіз болатын, күн шаңытқан аяз еді. Бұларды көріп қал шеткі ауылда деген сияқты. Аты емес қашпаса да болады, түйе бұрылып кетер деп бақылайды. Бұрылмайды, көксерек ашығып қалып еді, дәмелене бастады. Аяғында ауылдан әбден ұзап шықты, бірақ әлі онша жақындаған жоқ. Түйегенді ақырын жүре бастады, кейде тоқтап алды-артына қарай. Ақбас әрлі-берлі бұрылып қозғалақтайды. Сол кезде түйесіне бір ұзын нәрсе шошайып созылды да күрс етті дейді. Өлгенше қатты ащы дауысталған сілкіндіріп шошытып жіберді. Бар қасқыр қар борат атқып қаша жөнелді дейді. Яғни жаңағы түйенің үстінде отырған адам мылтығымен көксеректі атып салды. Күрседіп жөнелген көк түтінмен қатар көксеректің артқы бір саны шыж ете түсті. Әрі ыстық, әрі суық бір нәрсе қадалып шаншып қалды. Соның санын арс етіп қауып қалып, түйенің үсті тағы да сартылдап қамданып жатқанда бұл да атқып қашып жөнелді дейді. Сөйтсе санын арс етіп қауып қалды да жаңағы назар аударса түйенің үстінде отырған адам тағы да сартылдап қамданып жатыр екен, яғни екінші рет атуға қамданып жатқан екен дейді. Соны сезіп қалады да бұл ытқып қаша жөнеледі. Тоқтаған жоқ, көп қашты. Бірнеше қырқадан, бір-екі жазықтан құла ұшырып шауып өтті. Өзге қасқырлардан бір бөлек бұл жалғыз бір бөлек қашты дейді. Өзге қасқырлар бөлек, бұл бөлек қашқан екен. Сонымен келесі бөлім бұл көксерек пен құрмаштың кездесуі деп аталады. Бір күні құрмаштың әкесі ауырып қалады да Құрмаш қойға өз шығу керек болады. Яғни қойды өзі бағу керек, ат үстінде жүреді. Сол күні бұл көксерекпен кездеседі. Қойшы үлкен емес, бала дауыс шошытпайды. Көксерек әуелде танымайды. Қой дүркіреп үркіп қойшыға қарай қашты. Қасқыр жақында бір қызыл қойға ауызды салғалы ентелеп қалып еді, бағанадан айғайлап келе жатқан қойшы қасына кеп қалыпты. Еріксіз жалтарып бұрыла беріп еді, қойшы бастырып қуып жөнелді дейді. Бой салып қорқып қашқан жоқ. Содан ба болмаса тегіс жүйрік пе, әйтеуір бозат бастырмалатып жетіп келіп көксеректің жотасына жеңіл ағаш сарт етіп тиіп қалды дейді. Сол-ақ екен, қарсы бұрылып алып аттыға қарай арс етіп шапшып қалды. Арандай ашылған ауыз бірдемені жұлып түспек еді, ыңғайына бала тонының өңір ілінді. Соны бөксеріп жұлып түскенде бозат осқырып атқып кетті. Сөйтсе бұл бала Құрмаш еді дейді. Қойшы ауырып қалып әкесі бір күнге қойға жіберген еді, астына мінгені өзінің жүйрік боз дөнені болатын. Үстіне гүрілдеген қасқыр төніп келгенде көзі бір ашылып, бір жұмылды. Басына таман арандай ашылып келе жатқан ауыздың жоғары жағында өзіне таныс құлақ көрінді. Сол жақтағы тілік құлақтың жартысы салпылдап тұр. Ақырғы сезген білгені сол ғана еді. Сөйтсе бұл көксерек екен. Жаңағы Құрмашты аттан аударып түсірді ғой, өңіріне, киімінің өңіріне тісі тиіп. Сөйтіп Құрмаш енді көзін бір ашып бір жұмып жатқан кезінде бетіне төніп келеді көксерек. Көксеректің Құрмаш тек жаңағы бір құлағынан байқап қалды дейді. Bir құлағы жартысы салпылдап тұр екен дейді. Содан әрі баланың үні өшті. Қасқырдың аузы тиместен бұрын өліп кетсе керек дейді. Көксерек ырылдап тұрып тісінің ұшымен қалғып жұлып алып басын шайқап өткенде баланың бір жақ көзін қопарып алып кетті. Жүріп бара жатып қылғып салды. Түнде баланың өлігін тауып алысты. Жанында тайдың ізіндей болып үлкен қасқырдың ізі жатыр екен дейді. Бала жаңағы қасқырдың бейнесін көргенде жүрегі жарылып кетіп қалады. Қасқырдың аузы тиместен бұрын өліп кеткен екен дейді. Көксерек ырылдап тұрып тісінің ұшымен қалғып жұлып алып басын шайқап өткенде баланың бір жақ көзін қопарып алып кетті дейді. Сөйтіп түнде баланың өлігін тауып алады. Жанында тайдың ізіндей болып үлкен қасқырдың ізі жатыр екен.
Келесі бөлім Аққасқа мен Көксеректің шайқасы. Аққасқаның бойы қасқырдан кіші емес. Аққасқа деген не дейсіңдер ғой? Бұл көксерекпен айқасатын ит. Көксерекке әлі келетін жалғыз ит. Аяқтарының жуандық сомдығы да содан кем емес дейді. Енді бұл жерде Аққасқаның сипаты бұл өте маңызды, былтыр сұралған. Мұның бойы қасқырдан кіші емес, тұрғы қасқыр сияқты. Аяқтарының жуандық сомдығы да содан кем емес. Өзінің барлық тұлғасында қасқырға ұқсайтын бітім бар. Түсі тазылар түсіндей емес, қасқыр түстес. Дене жүні ақсарлау өлгенде маңдайы шаңқиған ақ маңғал қасқа болатын. Екі көзі шатынап шарасына шығып тұрғандай үлкен еді. Үнемі от шашып тұратын қып-қызыл көз. Ашу да, ерлік те бір өзінде. Міне осы қатарлар сұралған болдыр. Дәл осы үнемі от шашып тұратын қып-қызыл көз деген варианттардың қатарында бол. Сондықтан мына қатар өте маңызды. Келесі. Отқа қарсы қараған көздері ашумен қанталап шытынап кетеді. Қараңғала ала көлеңкеде жатқанда екі көзі қып-қызыл шамша жанады дейді. Аққасқа аралдағанда алдында отырған Бейсенбай жотасы мұздап, еті түтіреп кетеді. Ентелеп ілгері жылжып отқа қарай мінбелей береді дейді. Таңғылаңдап келе жатқанда барлық аңшы мен көп жылқышы атқа мінді. Жарап жүрген бедеу биелер мен жүйрік айғырлар түн ортасында ұсталып тоғын қашырып алып еді. Жұрттың бәрінің қолында сойыл шоқпар, сатыр үстірілісіп қостан желпіне шығысты. Аққасқырдың иесі Қасен. Қасен бұны баулыған иесіне ішінен басып алғыс айтады. Құрметпен еске алады. Өйткені Аққасқа тау басында қазіргі отырыстың мәні барын әбден түсініп ұғынып отырған сияқты. Тыныштыққа бой ұрып жатуды ойлап тұрған жоқ, күтіп отыр. Биіктен томағасын тартқан қырандай ізденіп бағып отыр. Жан-жақтағы қағушылардың бәрінің де алдынан қарап өтеді. Кейде түрегеліп, кейде жан-жаққа көз жібереді дейді. Кешегі жабағыны жеген көксерек екені рас еді. Оянып жүресінен жатып қарғапты. Сөйткенше сатыр сұр еткен ағаш даусымен тастақ жер тасырлатып басқан атты сүресіл. Көксерек жалп бере жотасының тасасына түсе сола сайдөрлеп жоғары қарай салды. Қолында шошайған сойылы бар, астында қатып қалған ақ бедеуі бар. Бейсенбай ағызып жотаға шығып тағы айғай салып өрге қарай тасырлатып шапты дейді. Бұл уақытта Көксерек сонша саспаса да кейде көзіле шауып, кейде құлағы жалбырап сөйлектей түсіп, ақ сораңның жонына қарай асып еді. Айғай жақын жерден шығып қалғанда Аққасқа атып тұрды. Қасен бұны кендіріне сүйрете барып, атына шапшаң міне сала айғай шыққан бетке қарай ағызып, сол жақтағы жотаға шықты. Қарсы алдында оқ бойында жерде сары жотаның дәл үстінде артына бұрылып қарап тоқтайыншадай бір көк шолақ тұр екен дейді. Сөйтсе, жотасы күдірейген, шоп-шолақ бой тау басында тайдай көрінді. Ертегінің көк жалы жотаға шыға бере Аққасқа да көрініп ағытылып секіріп кетті сонда дейді. Қашып келе жатып артына қарай алмады, сол-ақ екен. Жаралы санынан бір мықты ауыз қауіп түсіп ойға қарай қатты жұлқып көтеріп тастады. Сол сәтте бұның жауы қастан ағып өтіп кеп алдыңғы омбыға екпіндеп барып соқтығып өзі де құлап түсті. Көксерек пен Аққасқаның айқасы айтылып жатыр. Көксеректің ана кезінде бір түйеші атып бір санын жарлаған еді ғой, сол санынан алып түсті дейді Аққасқаны. Аққасқа өзінен бұрын тұрып күрілдеп ырғып келе жатқан көкжалды көрді. Бұл да қарсылап берді. Сол уақытта құлақ шекесінен тиіп қалған қышқаштай қатты темір ауы жұлқып кеп жібергенде ой жаққа қарай атқып барып түсті. Бірақ Аққасқа жығылған жоқ, тік етіп барып төрт тағандай тұра қалды дейді. Ағындай келіп ар жаққа шығып алып көлденеңдеп шапшып секіріп келіп Көксеректі құлақ шекеден ала түсті. Көксерек те бағанадан қалыспаған итке енді шын ойынды бастаған. Екеу шапшысып тұрған бетте бірінен бірі құлақ шекеден де алқымнан да алғызбайтын болды. Өр жақта Аққасқа шайнасып тұрған ауыздарынан сілекей мен қан аралас ағып сырылдап тұр дейді. Екеуі бір-бірін ала алмай жатыр. Аққасқа да жаңағы кімді Көксерек те екеуінің күштері теңседі екен дейді. Ауыздарына сілекей мен қан аралас ағып сырылдапты дәл қазірде. Аққасқа Қасеннің даусын ести сала ойға қарай жұлқып бұрақ қалғанда көк шолақтың белі бұраң етіп барып дүрс етіп құлап түсті. Ауыздар бір-бірінен айырылған жоқ, екеуінде де үн жоқ. Шайнасу үстінде желімде қайнасып қатып қалған сияқты, ең аяғы болмысы болса тыныс алған дыбыс та білінбейді. А Құдай, я сәт, я әруақ, я ақсарбас дей бере екі ат үстеріне жығыла жігіле үйіле түсті. Аттар босанып шықты. Ойпырай, аузын деп келіп Қасен жуан қамшының сабын Көксеректің көмекейіне тығып жіберіп, мықтап басып тұрып, жауының тұмсығын жоғары қарай қайырып жіберді. Аққасқаның қан басқан тұмсығынан көкшолақтың тістері бір-бірлеп шығып кетті. Аққасқа сонда ғана бүйірін тартып тыныс алды дейді. Бірақ әлі де жанын шығарғанша қасқырдың төменгі жағын күрт-күрт шайнап жатыр. Бұл кезде Бейсенбай да қарап шақты Көксеректің өкпесіне салып жіберіп еді дейді. Осы ит десті. Көксеректің жаны әбден шыққан соң Аққасқаны Қасен, Бейсенбай екеулеп отырып зорға дегенді айырып алып, құйрықтан қысып алып алысқа сүйреп апарған соң Аққасқа есін жиды. Бірақ әбден әлсірегендіктен сол апарған жерде сілейіп жата кетті. Барынша шаршап талған екен дейді.
ес жиған соң жұрт көксеректің құлағына қарап отырып бұрынғы кеткен көксерек атты күшікті таныды. Құрмашты ойлап кейбіреулердің көздерінен жас та шықты. Ауылға келген кезде Құрмаштың әжесі боздай келіп: «Қораған-ай, неңді алып ем, не жазып ем, бауырына салып өсіргеннен басқа не қылып еді менің құлынымды?» белді тегіс еңіретіп көксеректі басқа тепті дейді. Мына ең соңғы қатар осыған дейін ұбт-да сұралған сұрақтардың қатарында. «Қораған-ай, неңді алып ем, не жазып ем, бауырына салып өсіргеннен басқа не қылып еді менің құлыным?» деп елді тегіс еңіреткен кейіпкер дейді. Бұл Құрмаштың әжесі еді дейді. Шығарма осылай аяқталады. Жалпы шығармада табиғат заңдылығы сөз болған. Басты идея қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды. Адамдар табиғаттың заңдылығын бұзбау керек. Табиғат адамның, адам табиғатпен сондай бір жаңағы баланста деп айтамыз ғой, өмір сүруі керек. Бірінің біріне зияны тимеу керек. Яғни ең басында адамдардың сол қасқырды адамдар арасында өсіруге болады деп алып келіп, ақырында осындай оқиғаға ұласқандығын анық. Біз жабайы табиғатты адамдарға соншалықты етене сіңіруге тырыспау керек деген идея шығатындығын түсінсек